Конституцияның жаңа жобасы ел арасында кеңінен талқыланып, халықтың бірлігін көрсетті. Ата заңның жаңа жобасы мемлекет пен қоғамның тұтастығын айқындап қана қоймай, уақыт сұранысына сай заманы үдерістер мен цифрлық технологияны қолдану аясын кеңейтеді дейді Конституция жобасына қатысты пікір білдірген тұрғындар. Олардың пікірінше, жаңа ата заңның преамбуласында ұлттық болмыс, мәдениет пен тарих, сандық жүйе мен құқықтық ұстанымдар айқын көрсетілген. Сондықтан көпшілік жаңа Конституция жобасын әділетті қоғам қалыптастырудың басты кепілі деп санайды. Қазір ақпараттық технология қарқынды дамыған сайын әлемде адамзаттың көбінесе құрбан болатын алаяқтарға құрбан болып отыр. Цифрлы дәуірде. Сол себепті азаматтардың құжаттарының қолдан қолға өтіп кетуі, қауіпсіздігі сақталмай отырды. Сол себепті мен ойлаймын, осы Конституцияда өзгеріске енгізу мәселесі өте орынды. Әсіресе банк жүйесінде қаржылық алаяқтарға түсіп отқандардың, сонда банктың өзі де жауап берсін. Мемлекет басшысы да әрбір өзінің шетелге шыққан сапарында да, ел ішіндегі сапарларында да тілге баса мән беретіні айдан анық. Мына әлемдік тәжірибе көрсеткен дейді, негізі тіл өте маңызды нәрсе. Менің ойымша қазақ тілі арасында да қазақ елінің болашағын айқындайтын бір жүйе деп айтуға болады. Конституциялық реформа қабылданатын кезде мемлекеттік хатшы Ерлан Қариннің өзі нақтылап берді. Қазақ тілі өзіндік мәртебеге ие тіл ретінде қалады, және де ол қазақ елінің жалғыз мемлекеттік тілі болып саналады деген тармағын атап өтті. Бұл әрине көптің көкейінде жүрген сұраққа нақты тұшымды жауап бола білді. Азаматтардың осы жеке деректерін, одан бөлек ғылымдағы өзінің жетістіктерін қорғауға, жалпы экономиканың цифрлық моделіне көшуді қарастырып отыр. Жалпы бұл қажеттілік, өйткені бұрындағы білім, ғылымның бәрін өскелең ұрпаққа сақтап қалдыруымыз керек. Бұрынғыда қағаз күйінше емес, цифр күйінше де жеткізуіміз керек. Қазақстандықтардың қазіргі ғылымға бет бұруының өзі мемлекеттің болашағы үшін өте қажетті дүниелер.